Құрметті қатысушылар, енді конференциямыздың мазмұнды жағына кезек берейік. Бағдарламамыз 3 негізгі бөлімнен тұрады. Әрбір бөлім жүйелі қайырымдылықтың маңызды бір қырын ашып көрсетуді мақсат етеді. Тұрақтылық, серіктестік және мұра. 3 бөлім аясында қордың қолдауына ие болған 12 азамат өз оқиғаларын ортаға салып, игі істердің олардың өмірінде, ұжымдарында қандай оң өзгерістерге жол ашқанын бөлісетін болады. Бірінші бөлімнен кейін күн тәртібінде жеңіл асуға арналған қысқаша үзіліс қарастырылған. Алғашқы тақырыбымыз тұрақтылық. Бұл қайырымдылықтағы ең басты өлшемдердің бірі. Себебі тұрақтылық болмаса, жасалған ізгі істер уақытша ғана нәтиже беруі мүмкін. Ал шынайы жүйелі қайырымдылық адамдардың өмірін ұзақ мерзімге өзгертетін, қоғамның дамуына серпін беретін жобалар арқылы айқындалады. Бүгін біз еліміздің әр өңірінде жүзеге асып жатқан дәл осындай бастамалар туралы тыңдаймыз. Олар уақыттың сынынан өтіп, қоғам үшін жылдар бойы игілігін тигізе беретін үлгілі тәжірибелері. Алғашқы сөз ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасына арналады. Сөз кезегі Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тайымбет Көмекбаев атындағы нөмірі 250 мектеп лицей директоры Гүлзира Мұратбекқызы Еркебаеваға беріледі. Қошеметпен қарсы алайық. Қазақстанда ауылдық мектептегі білім сапасын арттыру ұзақ жылдан бері өзекті мәселе. Бұл мәселені шешу үшін 2022 жылдан бері ауылдық аймақтағы тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасы іске асырылып келеді. Бүгінде 17 өңірдегі 186 тірек мектеп заманауи құралдармен жабдықталып, 150 мыңға жуық оқушы сапалы білімге қол жеткізуде. 13 мыңнан аса мұғалім біліктілігін арттырып, жаңа әдістемелерді меңгерді. Білім сапасы орта есеппен 8-10%-ға өсті. Жобаға жалпы 50 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Атап айтсақ, мектептерді жаңартуға Қазақстан халқына қоры 46 миллиард теңге бөлді. Назарбаев зияткерлік мектептері 3,3 миллиард теңгеден астам қаржыны ұстаздарды оқытуға бағыттады. Айтас холдингі жобаның әкімшілік шығындарына 1 миллиард теңге жұмсады. Нәтижесінде елімізде тірек мектептердің ұлттық желісі қалыптасып, ауыл балалар үшін тең білім мүмкіндігі жасалды. Бүгінде елімізде тірек мектептердің ұлттық желісі құрылды. Бұл жоба еліміздің жарқын болашағына жасалған үлкен қадам. Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар. Сыр өңіріне қош келдіңіздер. Қызылорда ағартушы Темірбек Жүргенов, академик Шахмардан Есенов, математик Асқар Жұмаділдаев сияқты ғылым мен білімге еңбегі сіңген тұлғалардың туған жері. Бүгін сіздермен ауылдық аймақтағы тірек мектептерінің әлеуетін арттыру жобасы аясында өзіміздің мектебіміздің жолы мен жаңғыруы туралы бөліскім келеді. Барлығы бір жаңалықтан басталды. Бір күні ұжымға мектепке робототехника құралдары келеді деген хабар жетті. Тыныштық орнады. Содан кейін сұрақтар туындады. Ауылда робот құрастыра аламыз ба? Біздің қолымыздан келеді ма? Күдік болды. Бірақ алғашқы сабаққа кірген сәттен-ақ оқушылар бәрі өзгерді. Біз сол күні техника емес, сенім алып келдік. Оқушылар өз қолдарымен қозғалатын, сөйлейтін, әрекет ететін құрылғыларды жасай алатынын көрді. Ал ұстаздар қаладағы мүмкіндіктерде ауылға келгенін сезінді. 2023 жылдың күзінен бастап мектебіміздің тынысы мүлдем өзгерді. 250 миллион теңгенің аясында 33 оқу кабинет пен оқу кеңістігі толығымен жаңартудан өтті. Біз ең басты ғылыми бағыттағы пәндерге назар аудардық. Лабораториялық жабдықтар нағыз зертханаға айналды.
Одан бөлек мектебімізге арт-студия, телестудия, STEM, робототехника кабинеттері ашылып, оқушылардың шығармашылық және зерттеу қабілеттерін дамытуға мүмкіндіктер туды. Бұл кабинеттердің ашылуы емес, кабинеттердің жаңаруы емес, бұл армандардың орындалуына ашылған есік болды. Жас ұрпаққа заманауи білім, ұстаздарға жаңа серпін, ата-аналарға үміт пен сенім әкелді. Алайда әр заманауи кеңістіктің шын мәніндегі ішіндегі құндылығы адаммен, яғни мұғаліммен өлшенеді. Сондықтан бұл жобаның ең басты, ең шешуші бөлігі оқыту мен даму болды. Біздің ұстаздарымыз өздері сол жаңа құрал жабдықтарды игеріп қоймай, өздерінің әдістемелерін, көзқарастарын, тіпті сабақ беру философиясын қайта қарап шықты. 2 жылдың ішінде мұғалімдеріміз 100% оқу семинарларына қатысты. Ұстаздарымыз Назарбаев зияткерлік мектебінің тағылымдамалық дәрістеріне, практикалық семинарларына қатысты. Ал өзіміз 2-4 облыстық семинар өткіздік 2 жылдың ішінде. Бұның барлығы қауымдастық пен тәжірибе алмасу мәдениетін қалыптастырды. Осы өзгерістер оқушылардың да жетістіктеріне оң әсер етті. Айта кетсек, алдындағы оқу жылдарында мектебімізде 2-3 қана алтын белгі болатын. 2024-25 оқу жылында біздің мектебімізде 10 оқушымыз алтын белгі иегері атанды. Оқушыларымыз республикалық пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысып 15 оқушымыз жеңімпаз атанды. Ал мұғалімдеріміздің кәсіби байқауларға қатысуы 6-3%-ға артты. Өз тәжірибесін көрсете алатын мамандардың қатары көбейді. Біз қазір тірек мектеп ретінде магниттік мектептермен тығыз жұмыс жасаймыз. Біз бұрын сырттан үйренсек, қазір өзіміз үйрететін мектепке айналдық. Уважаемые коллеги, с особой гордостью хочу рассказать о проекте, который стал для нас шагом за пределы школы. В январе нынешнего года мы открыли учебно-производственный комбинат «Школа предпринимательства». Современное оснащение, мастерские, новая учебная зона. Все это вдохновило нас на большее. И мы решили действовать. Курсы швея, повар, компьютерная графика и веб-дизайн, обработка древесины. Это не просто профориентация. Это платформа, это шанс, чтобы найти себя в будущем. Мы решили, чтобы школа давала не только знания, но и профессию. И тем самым начали действовать. Занятия проводят не только учителя, но и приглашенные мастера, предприниматели и родители. Да, именно родители. Мы все сейчас привыкли говорить, что родителей трудно вовлечь в школьную жизнь, но они у нас приходят, шьют, варят, пилят дерево вместе с детьми. Один из них, предприниматель, подарил школе деревообрабатывающий станок. И это не просто комбинат. Это платформа, где все вместе. Школа, родители, предприниматели. И сегодня особенно хочу обратиться к своим коллегам из других опорных школ. Я уверена, у вас есть все возможности. Есть смелая команда, есть современная база и есть энергия, чтобы идти дальше. Не бойтесь экспериментировать, найдите свое направление, создавайте. Ведь опорная школа – это не просто про классическую модель. Это платформа для смелых решений. Біз осымен болды деп тоқтап қалған жоқпыз. Керісінше, біз өзімізге
алдымызға биік және нақты мақсаттарды қойдық. Бір күні мұғалім сыныпқа шам алып келіп, оқушылар, мына бір шам осы ғана бұрышты жарық қылады. Ал барлығымыз бір шам жақсақ, бүкіл бөлме жарқырайды, дейді. Білім сол шам сияқты. Бір емес, жүздеген мектеп жаңарса, ел болашағы жарқын болады. Сол жарықты жағып отырған ауыл мектебі екенімізге сенеміз. Рахмет.